Менің есімім Камшат Керетбекқызы, фельдшер болып жұмыс істеймін. 10 жыл болды осы салада жүргеніме. Біздің жұмыста фельдшер мен дәрігердің айырмашылығы именно жедел жәрдемде, дипломмен жаңағыдай. Фельдшер 4 жыл оқиды, врач 10 жыл, 12 жыл деген сияқты. Именно жедел жәрдемге келген кезде жұмыс басында шақыртуға байланысты болуы мүмкін айырмашылық. Бірақ барлығымыз жауапкершілік бірдей. Фельдшерге де беруі мүмкін соты жол вызыпты, ауыр вызыптарды, жүрекке байланысты, без сознания деген сияқты. Врачтарға да беруі мүмкін сол нәрсені. Айырмашылық жоқ. Шамалы стажға байланысты бөлуі мүмкін. Бізде бар. Қанша жыл, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл стажы барлар жұмысқа жағандан келген врачтарға қарағанда больше біледі. Сол шамалы айырмашылық болуы мүмкін. Көбінесе именно жедел жәрдемде анау айтқан үлкен айырмашылық бөлмеген. Жоқ, бізде жұмыста қоятын гардеробымыз бар, шкаф бар жеке берілген жұмыс барысында. Соған көп кетемін. 2 күнде апарып жуып тазалап тұру. Если лас болса жұмыс барысында, біз енді қанмен, ротный нелер мүмкін қысқы соғы жуып алып кетеміз үйге. Неғұрлым көңілді музыка тыңдауға тырысамыз, өз настроениемізді өзіміз көтеруге. Өйткені әртүрлі вызов болады, кей кезде көңіліміз түсіретін кездер болады, сондай кезде өз көңілімізді өзіміз көтеруге тырысамыз. Ондай жағдай көп бізде. Қазіргі именно осы сезонда күн салқынына байланысты қазір шақыртулар саны көп бізде. Соған байланысты кішкене задержка бар. Күту уақыты 1 сағат, 2 сағат болады. Шақыртып есігін ашпайтын. Телефон нөміріне хабарласып көреміз. Алмасы енді аға дәрігер деген болады, күнделікті кезекші. Сол кісіге хабарласамыз, есігін ашпады деген бар бізде. Укладка дейді, бізде медициналық укладка деп айтамыз чемоданда. Алғашқы көмекке қажетті дәрі-дәрмектер, шприцтар, системалар, солай тонометр, градусник, пульсоциметр деген сияқты нәрселер, спиртовый салфетка. Асыл лекарстволар бар ғой. Бар, ондай ситуациялар болады. Давление деп шақырады, давление жоғары деп, артериялық қан қысымы. Біз барғанда таблетка қабылдап түсіріп қоюы мүмкін. Сонда да біз электрокардиограмма түсіреміз, қайтадан давлениесін өлшейміз. Если анамнезінде сахарный диабет болса, сахарын өлшейміз. Жазылып кетсе де, қолымыздан келгенше полный осмотр жасауға тырысамыз. Тырысамыз, жасаймыз. Қандай жағдай болса да. Жазылып кеттік дегеннің өзінде. Сосы жазылып кеттіңіз деп жақсы ес жоқ кетіп қалу жоқ бізде. Спирт емес, қазір бізде спиртовый салфетка деген беріледі. Бұрын болған спирт. Қазір оны қолданбаймыз. Спиртовый салфетка однораз. Ондай мен өзім кездеспеген. Біз фельдшерлермен 4 жыл оқимыз. 4 жыл оқыған адам колледжде оқытады бізде 3-ші курстан бастап. Сестринский дела дейді, мейірбикесі деген неде болады. Сабақ сияқты сода үйретеді. Практика болады, сода да үйретеміз. Бізге практикаға келетін фельдшерлер бар. Оларға өзіміз бірінші сол артериялық қан қысымын өлшеуден бастап үйретеміз. Егер жоғары болатын болса 39-40 бұл кезде дәрі ішпеу қиындау болады. Біздің ішімізде халық медицинасы деп көп істер. Спиртпен, уксуспен денені сүртетін кездер болады. Ол кішкене қауіп төндіруі мүмкін, денеге күйік жасауы мүмкін. Әсіресе кішкентай балаларда. Бөлме температурасында сумен денені сүртіп түсіруге болады. Енді ол түседі деп не жоқ. Көбінесе дәрі-дәрмек кішкене дұрыс. Если 39-40 болатын болса. Бұрын енді қазақ ауылдық жерде дәрі тапшы болды ма, сол кезде көмектескен шығар. Қазір оны айта алмаймын. Қазір енді қолданбаңыздар деп көбінесе айтып жатыр ғой. Терідегі нені бәрі деп бастайды, ауа кіргізбейді деген сияқты. Мен өзім керек емес жақпағыңыздар. Көлік болғаннан, техника болғаннан бұзылатын кездер болады. Аға дәрігерге хабарласамыз, кезекші механик деп болады, сол кісіге хабарласамыз. Біз сол бұзылған жерімізде басқа нәрсе біз сол жерде тұрамыз, келесі бригада келеді. Кеп науқасты алып кетеді. Біз майша бұзылып қалдық деп науқасты алып кетеміз, значит ауруханаға шейін жеткізуге тырысамыз. Жоқ, кәдімгі майшасы болса майшасымен жаяу болса жаяу. Тікұшақпен келетіндей ондай әлі дәрежеге жете қойған жоқ фельдшерлер.
экстренный керек болатын болса біз де ауруханаға барамыз. Ауруханада болғанда біз ауруханаға қарамаймыз, неге біз өзіміз былай скорый жедел жәрдем как больницалар сияқты жеке. Ауруханада науқас болмау деген жоқ қазір. Бізде де шақырту көп, ауруханада науқас көп. Екі үй бір-біріне қарамаса, барлығы жаңылыстырады екен ол үйді. Біз квартира жаңылысып кеткенбіз. Үйге кіреміз, үйге әйел адам күтіп алды бізді. Ол бірақ бір күн бұрын шақырған, скорый келіп кеткен оған. Потом ол кісі тағы да келді ойлап. Үйге кірдік, артериялық қан қысымын өлшедік, электрокардиограммасын түсірдік. Сұрап жатыр, не мазалап жатыр, осылай айтып жатыр. Давнен кеше көтерілген. Бүгін көтерме, бүгін көтерілген жоқ. Сосын мен не үшін шақырдыңыз? Мен скорый шақырған жоқ. Уже біз 15 минут отырып ойлайды. Полный осмотр жасап болдық. Мен скорый шақырған жоқ, мен кеше шақырдым, кеше келіп кеттіңдер ғой, бүгін не үшін келдіңіз дейді. Бізде былайша кішкене уақыт жоғалды, и біз үшін ол күлкілі нәрсе болды. Если сіз бүгін скорый шақырмасаңыз, не үшін есікті аштыңыз, не үшін бізді күтіп алдыңыз, не үшін біздің айтқан сөзіміздің бәріне жауап беріп отыр. Потом итогі келіп, мен скорый шақырған жоқпын, не үшін келдіңіздер деген болған. Әркім өзінің несі бар. Мен өзім бізде жұмсақ носилка деген болады, мягкий носилка, науқасты көтеріп алып шығатын. Мен соны постоянно қасыма алып жүрсем, науқастарым ауыр жағдайда болмайды. Ал егер ол машина тастап кетсем, ауыр жағдайда болады. Менің ырымым сол. Біз өзіміз ертең барғымыз келеді, ол біздің қолдан нәрсе емес. Өйткені шақырту саны көп, соған байланысты. Болады температураға кішкене кешігіп барамыз. Если сіз қазір температураны шақырдыңыз, сізден кейін мына жаңа ес-түссіз жатқан науқас болмаса, кішкентай бала суды беріп жатыр, айлық балдар температура түспей жатыр десе, сіз қала бересіз артта. Аналар алға қарай жылжып кете береді. Сосын сіз задержка болып артта тұрып қаласыз. Но енді ол 6 сағат 7 сағатқа шейін тастамайды, әрі кетсе 1-1,5-2 сағатқа шейін тұрып қалуымыз мүмкін. Бізге шақырту түседі диспетчерден. Жоқ дегенде, если алыс болатын болса, можно 20 минут, жарты сағатта баруымыз мүмкін. Негізі 10-15 минутта барып үлгереміз. Жаңа әзіл бар ғой, шырылдаған телефонның артында шырылдаған халық бар деп. Өзіміздің туысқанымыз да болуы мүмкін. Ол да біреудің бауыры, әкесі, халық, адам деген сияқты. Бізде өзімізге де жақсы. Тезірек барып, тезірек науқастарға алғаш көмек көрсетіп, келесі шақыртуға бітіріп тастаған жақсы көреміз. Күтіп тұрып, айқай естігеннен біреудің алғысын алған жақсы, ертерек бар. Фельдшер оқысын, кәдімгі медициналық колледж. 3,5 жыл, 4 жыл оқисыз. Сосын сертификат аласыз, маман бойынша, фельдшер. Біз сменге байланысты. Если жақсы жұмыс істесеңіз, сменге көбірек шығып, жақсы аласыз. Если аз шықсаңыз, аз аласыз. Былай айтқанда, ең аз дегенде 150-200 соның үстінде болады. Енді стажға байланысты еще бізде, именно біздің жұмыста категорияға байланысты деген сияқты. Жаңадан кіргендер енді біздің арамыз көп айтыла бермейді. Мен өзім көп біреудің айылғаннан несіне қызға бермеймін. Енді 10 жыл стаж, екінші категория, әр кезде арғалайды. Может, 250-300 сол жолмада. Бізде бірінші кірген кезде көмекші фельдшер болып кіресіз. И одан кейін енді жұмыс істеуіңізге байланысты, может, жарты жыл, может, 1 жылдан кейін бірінші фельдшер дейді. Жауапты, как дәрігер сияқты. Өзім диагнозымыз, өзім жауап береміз. Одан көтерілу, аға фельдшер болды, одан артық не жоқ бізде. Халыққа көмек көрсету, қолынан келгенше. Алғыс алу, үлкен кісілер болсын, жас болсын, ұнамайтын тұсы, деп, мен өзім жедел жәрдем ұнамайтын тұс деген кейбір науқастарда болады. Жаңағыдай кешігіп барамыз, қарғыс айтып жатады, сол кезде кішкене қынжыласың. Бірақ именно жедел жәрдемде фельдшер неде ұнамайтын не деген жоқ тұсты. Мен өзім мамандығым жақсы көремін, осы салада қозғамай әлі сол бір орында келе жатырмын. Оқу керек, білімді болу керек, еш адам болу керек. Жауапкершілік бірінші. Адам өмірі сол жауапкершілік. Жедел жәрдем жұмысқа келем десе шыдамдық керек. Өйткені күн суық, шақыртуға бармайым деген жоқ. Далада жаңбыр жоқ тұр, шақыртуға бармайым деген жоқ. Боран болып тұрмын, далада жаңбыр болып тұр, найзағай ойнап отырса да бізде ондай не жоқ. Шақырту берді, барасыз, машинадан түсесіз, үйге кіресіз. Денсаулық бірінші байлық дейді. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар.